Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бізге ең алдымен қажетті жылы сүт, 200 мл жылы сүтті құямыз. 200 мл жылы су, 6 ас қасық қант, 8 грамм ашытқы және 1 жұмыртқаны саламыз. Жақсылап араластырамыз. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. 30 мл сұйық май құямыз. Және тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. 600-650 грамм ұн қолданамыз. Яғни қазір оның тек жартысын ғана саламыз. Жақсылап бір араластырып аламыз. Енді ұнның қалған бөлігін барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Енді қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Илеп алдық, бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей 1 сағат өтті, біздің қамырымыз әдемі болып көтерілді. Қамырымызды бір басып аламыз. Қамырымыздың барлығын толықтай түсіріп, жақсылап қолымызбен тағы бір илеп аламыз. Илеп болғаннан кейін қамырымызды тең де 2 бөлікке бөліп аламыз. Бөлгеннен кейін әр қайсысын 3 бөлікке бөлеміз. Яғни 6 дана қамыр шығады бізде. Әр қайсысын дөңгелек пішінге келтіреміз. Дәл осы видеодағыдай жасаймыз. Жасап болғаннан кейін бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Он 15 минуттан кейін қамырымызды алып, дәл осы видеодағыдай жаямыз. Барлық қажетті ингредиенттерді төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Қамырымызды осындай 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін дәл осы видеодағыдай шетін барлығын осылай қолымызбен жинап шығамыз. Тағы 1-2 үстінен басып, қамырымызды осылай жасап алғаннан кейін шетке алып қоямыз. Келесі қамырымызды де дәл осылай жаямыз. Шетінен қолымызбен жақсылап жинап шығамыз. Шет жақтарын қысып жақсылап бекітіп қоямыз да, қолымызбен 1-2 жайып, дәл осылай 3 данадан жасаймыз.
Мінекей қамырымызды енді бас жағын дәл осылай біріктіріп, жақсылап қысып қоямыз. Қамырымызды осылай өруге кірісеміз. Яғни дәл осы видеодағыдай жасап шығатын боламыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды орналастырамыз. Ал екінші бөлік қамырымызды дәл осылай жасап, 3 дана қамыр шығаратын боламыз. Дәл алдыңғы жасағанымыздай қамырымызды шетінен біріктіріп өріп шығатын боламыз. Қамырымыздың бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Алдыңғы жасап алған қамырымызды бетіне жұмыртқаның тек сары уызын ғана жағамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Достар, қызып тұрған пеште 150-180 градустың арасында 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Бетіне кунжут немесе мак сепсеңіздер де болады. Ал қызып тұрған пешімізге жібереміз. Ал достар, біздің өрілмелі булочкаларымыз дайын болды. Сіздер де дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап көрсеңіздер болады. Өте жұмсақ, қамыры да қиын емес, жұмыс жасау оңай, қамырмен ешқандай қиындық туғызбайды, өте оңай жасалады. Және де ең бастысы шын көңіліңізбен, махаббатпен жасасаңыз болғаны. Дәл осылай сіздер жасап көріңіздер. Қазір арасын бөліп көрсететін боламын. Мінеге жұмсақ, пышный болып піседі. Егер де менің арнамнан пайдалы осындай рецепттерді көргілеріңіз келсе, арнаға тіркеліп, лайк басып қойды ұмытпаңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, баршаңызға ас болсын.